70 жасқа қараған шағында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Жезқазған спортының аңыз тұлғасы Виктор Живагин өмірден озды. Есімі республика көлеміне танымал баскетбол жаттықтырушысын соңғы сапарға шығарып салу рәсімі облыс орталығындағы Ұлытау спорт кешенінде өтті. Виктор Тимофейұлы саналы ғұмырының 50 жылға жуық уақытын жаттықтырушылыққа арнады. Өз білгендерін шәкірттеріне үйретуден еш жалықпады. Осы уақыттар аралығында ол кәсіби деңгейдегі спортшылардың бірнеше буынын тәрбиеледі. Виктор Тимофеевич біздің мектебімізде Жезқазған қаласының мамандандырылған олимпиадалық резервтегі мектепте 20 жыл жұмыс жасайды. Қайғыра көңіл айтамыз мектебіміздің атымыздан, спортшылардың атынан. Виктор Тимофеевичке келетін болсақ, ол кісі өте жақсы адам болатын. Жаспен де, үлкенмен де, бәрімен тіл табыса білетін тұғын. Ол кісі бізде облысымызда Қарағанды облысы болып тұрған кезде де аға бапкер жаттықтырушы болып жұмыс жасады. Оның оқушылары қазіргі кезде ұлттық құрамада Астанада Майдекин, Асқар, Қаңтарбаев, Диастар қазіргі таңда Қазақстанның ұлттық құрамасында ойнап жүр. Виктор Живагиннің жарқын бейнесі жерлестерінің жадында мәңгі сақталмақ. Бұл қасиетті Жезқазған даласының спорты үшін орны толмас ауыр қаза. Мұқағали Сейітқазы, Мейіржан Мейрамұлы, Ұлытау телеарнасы.